ислам рационалды, ислам үлкен ойшыл дін негізінде. Ол дін Европаны дамытты, ол дін Орта Азияны дамытты, ол дін бүкіл әлемге айтқан дамушы дін болып келді. 11-12 ғасырларда жалпы Орта Азия жерінде де ислам келу арқылы үлкен өзгерістерге алып келді. Үлкен қалалар соғылды. Мәселен, Фараб қаласы, өзіміздің таяу маңдағы, Сығанақ қаласы, сонымен қатар Исфиджаб, Түркістандағы Ясса мәселен. Бұл қалалар үлкен қалалар болды. Халық 6-7 ғасырда сақ дәуіріндегі көшпенділіктен енді отырықшылыққа көшті. Қала соқты. Ол отырықшылыққа көшуінің бірде-бір себеп Рабат деген сауда, елді мекендерде сауда жасау, қолөнер дамуы, сол жерлерде мешіттер соғу, медреселер соғу секілді дамуы болды. Әл-Фарабилердің өзі отырықшы болғаннан кейін неше түрлі елдің тілін меңгерді, неше түрлі ғылым меңгерді, астрономия, математика саласы болсын, басқа салаларда дами бастады. Оның баршасының дамуына себеп дін болды. Тарихтан біз сабақ алу керек негізінде. Бізде Орта Азияда үлкен медреселер болған тарихта. Соның бірі Ташкент қаласындағы Көкалташ медресесі. Көкалташ медресесінде кезінде көптеген ғалымдар шыққан, көптеген оқымыстылар шыққан. Сол медресені жалпы негізгі жүйесі мынау біздің Орта Азия халқы балаларын жас кезінде медресеге берген кезде сол медреседе сол елдің тарихын, салт дәстүрін, әдет ғұрпын оқытатын болған. Бала әбден өзінің тарихын меңгергеннен кейін, өзінің салт дәстүрін меңгергеннен кейін, ұлттық мынау коды бойына қалыптасқаннан кейін барып қана ол үлкен болғанда шет жақтарға шығып, Машһур Жүсіп секілді, басқа ғалымдар секілді шет жаққа шығып білім алатын болған. Бірінші келген аят иқра, оқы деп келген аят пайғамбарымызға. Ал енді ол нағыз ислам, шынайы ислам адам баласын қараңғылықтан жарыққа, мынау сауатсыздықтан сауатты болуға шақырды.